Сәлеметсіңдер ме? Бүгін математика оқулығындағы 76-шы сабақ кері есептермен танысатын боламыз. Біз алдыңғы тақырыпта да кері есептерді түсіндіріп өткен болатынбыз балалар. Енді бірінші жаттығу тапсырманы орында. Шабадандар мен қапшықтарды сана, шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық анықта дейді. Бізде жол қапшық 8 дана екен, ал шабадан 5 дана екен. Енді біз жол қапшықтың нешеуі артық екен табуымыз керек. Табу үшін біз үлкен саннан кіші санды не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар, азайтамыз. Сонда 8-ден 5-ті азайтсақ, біздің шабаданнан жол қапшық 3 данаға артық екен. Жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем дейді. Бізде жол қапшық 8, ал шабадан 5 екен. Ол екеуінің нешеуі кем екен білу үшін тағы да үлкен саннан кіші санды. Бізде жол қапшық белгілі. Жол қапшық бізде 8 дана, ал шабадан 5 дана. Енді жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем екен, екеуін азайтсақ, 3 данаға бізде шабадан кем болады екен. Балалар, бір санның екінші саннан нешеуі артық немесе нешеуі кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту қажет. Есімізден шығармаймыз балалар. Екінші есепке қарайық. Әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңда және шығар дейді. 7 жол қапшық пен 5 шабадан тұр. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Бізде жол қапшық 7 дана екен, шабадан 5 дана дейді. Енді біз жол қапшықтың нешеге артық екенін табуымыз керек. Ол үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 7-ден 5-ті азайтсақ, 2 болады екен. Балалар, шабаданға қарағанда бізде жол қапшықтың екеуі артық екен. 7 жол қапшық пен одан екеуі кем шабадан тұр. Неше шабадан тұр? Бұны табу үшін біз жол қапшық 7 дана екен, ал шабаданның екеуі кем екен. Енді біз неше шабадан тұрғанын анықтауымыз керек. Ол үшін үлкен саннан кіші санды не істейміз? Азайтамыз. Сонда 7 дана жол қапшықтан екеуі кем шабаданды азайтсақ, бізде 5 дана шабадан қалады екен. Енді үшінші есеп. 5 шабадан мен одан екеуі артық жол қапшық тұр дейді. Неше жол қапшық тұр? Бізде 5 шабадан белгілі, ал жол қапшықтың екеуі артық екен. Ол үшін енді біз 5 шабаданға 2 жол қапшықты қосамыз. Сол кезде 7 дана жол қапшықтың болғаны анықталады екен. Балалар, бұл есепті байқадыңдар ма? Бұл есептер өзара кері есептер екен. Үшінші жаттығу. Әр отбасы жүгінің жалпы массасын есепте. Салыстыр. Енді отбасының жүгін есептейік. 3-ке 2-ні қоссақ 5, 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 10-ды қоссақ 20, 20-ға 10-ды қоссақ 30 килограмм екен. Бірінші жол қапшықтағы жүгіміз 30 килограмм екен. Ал енді екінші шабадандарды қосайық. 5 килограммға 5 килограммы 10, 10 килограммға 20 килограммды 30, 30-ға 20 килограммды қоссақ 50, 50-ге 10 килограммды қоссақ 60 килограмм. Екінші отбасыдағы шабадандағы жүктің салмағы 60 килограмм екен. Сонда балалар 60-тан 30 килограммды азайтсақ, бізде екінші отбасында 30 килограммға шабаданның салмағы артық екен. Енді төртінші есепте өте оңай, өздерің шығарып есептесеңдер болады. 2 таңбалы саннан 2 таңбалы санды алуды жолдарын үйренген боларсыңдар. Енді қалған 2 есепті өздерің шығарып комментарийға жазыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.